Акшамлар хайыр ноябрьнан 20 эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмы студияда сілерні мен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Украин сияси мабуса запларға оғратылуы тоқтатылмалы. Юқара Шураның инсан ақлары векелетлесі Людмила Денисова, Русия омбудсманы Татьяна Москальковаға Олег Приходьканың хапсханеде тұтылып шарайетлеріне диққат айырмаға чағырды. Денисованың сөздеріне көрянда сычавулар, фурун бөжеклері бар екен. Камерада авалнадыру системасы чалышмай зар зорнен ярақландырыла екен. Халқара стандартларға көре бұл азапларға чектірілі фолырақ таныла. Мабусте бір sıra сүреклі хасталықлары ағырлашқан, көзлері ярамай көрі башлаған құлақлары есе ярамай ешіте екен. Украина омбудсманы Қырымлы мабуске кереклі тибби ярдым көстермеге, халқара жемачылығыны есе мабустер азат етілмесі үшін Русияге басқа етмеге чағырды. Переконана, що спільні дії міжнародної спільноти, дипломатичного корпусу України та інших дипломатичних представництв іноземних держав направлені на захист прав усіх громадян України, які незаконно утримуються країною-агресором, зможуть наблизити день їхнього звільнення. Украин фуалыны ФСБ хадимлері кечкен сені октябрь айында тұтты. Ишгалчылер оның Эвове гаражында тентов кечірді. Украин тимсалі Степан Бандеранын Аресымове правы секторға айыт олған қара қырмызы байрақлар. Гаражында етнесе патла фалетіні тапқанлар фуалынан. Сөздеріне көре патлайжы тентов кечіргенлер озлері кетіріп ташлаған. Енді оны сақшер мемориеті бинасыны патлатмаға интылуы Бұндан да ғайры Львовта Русия консуллығыны патлатмаға азырланайды деп қабатлайлар. Сөзде махкеменің 3-ші топлашуы кечірілі, ама Қабатлав тарафының іч бір шааты келмей. Ақиярның ишгалжілер махкемесінде Руслан Бекиров ханезбетен ұйдырылған даваны ойледі бақып оламайлар. Ишгалжілер оны терроризмде Қабатланып, 17 елға махкеметілген Энвер Сейтосмановның давасы бақылғаны вақыт ялан шаатлық бергенінде Қабатлап месулетлікке желп етмеге істей. Ойсе Сейтосмановның давасыны баққан Русияның Женеберби махкемесінде тақиқат девамында Сейтосмановқа қаршы шаатлықны басқа алтында бермеге мечбур олғанны білдірген еді. Чуть ли не под пытками там у него выбили эти показания. И за это, я считаю, да, мы считаем, что именно за это сегодня ФСБ его преследует. И именно за это было возбуждено это нелепое уголовное дело в отместку за то, что он вот, заявил о преступлении на этих сотрудников, которые вот таким способом заставили его подписать этот протокол. И еще напомню, что параллельно мы педалируем вопрос возбуждения уголовного дела против следователя, который допрашивал Руслана, и оперативного сотрудника ФСБ. Вот, нам отказали в возбуждении уголовного дела, мы это обжаловали, первый суд инстанции также отказал, мы это обжаловали уже в апелляцию, ждем решения апелляционного суда. Çok миллиардлы зарарлар ве ишгалжілер үшін раатсызлық. 5 жыл евелсі ишгал етілген Қырым қаранлыққа далды. Ноябрьнан 22-сіне кечер гежесі Украина қытасындан ярмадаға электрика берілуі кесілді. Қырымда ишханелерінің іші тоқтатылды. Инсанларға электрика күндетек бір қач саатқа берілі башланды. Ишгалжілерге Қырым темин етілуі ағырлаштырмақ үшін Қамачав иштиракчылары біревлер тарафындан патлатылған электрик директлеріні тамерлемеге кедеретті. Ишгалжілер ярмадағаға әжеле шекілде мобиль электростанциялар ве миллионларнен тонна яқарлық кетірмеге мечбур oldu. Тек 2 ел девамында тахменен 100 миллиард рубле сарф етіп, ишгалжілер электростанциялар құрып oldu. 2015 сенесі куз. Русия еле 1,5 ел женк девам ете. Қырым ишгалде. Украина есе ишгал етілген ярмадаға электрика бермеге девам ете. 80%-ны Украина темин ете. Esas электрика арби бөліклер ве ишханелер темин етілмесіне құлланылы. Әлі үшін есе Қырым ішлеп чықарған ұшық етерлі. Залишок великої електроенергії він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це
десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Ярмада блокадасы башлана. Бірінші оларақ Мелитополь жанкой ағынан дерегі еқыла. Соныра дигер экі электрик ағы іштен чықа. Қамачав тешкілячыларындан бірі Ленур Ислямов қатырлағанна көре Қамачав 2015 сенесі сентябрь айында башланды. Ноябрь айында Қырым толысынен Қамачавда. Қырымнан мемори сыңырында Украинаның чешіт көшілерінден фааллер топлаша. Люди звонили, говорили, держитесь. Люди звонили, говорили, давайте, куда вам перечислить деньги. Надо вот отдать должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Это была энергия. Люди горели все. Украина кимиеті Қамачав иштиракчылеріне бірден қол tutmadı. Блокада иштиракчылерін атта Milli гвардия хадемлері ве шымдыки оппозиционная платформа за життя фирқасының халқы депутаты Илья Киева ел басшылығында Херсон батальоны күчнен қулмаға тұрышты. Акимиет позициясына 2015 сенесі декабрь айында деңіштірді. Русияге шарт қойыла. Электрика аңлашмада Қырым Украина территориясы оларақ танылса берілежек. Тежауызжы девлет yok дей. Баш назир Арсений Яценюк ресми шекілде Қырым Қамачавыны башлата. Ярмадаға мал ташымасыны ве электрика берілуіні ресми шекілде тоқтата. Ишғал етілген Қырымда ұшық күнде тек бір қач саатқа берілі. Жемат нақлияты ве ишханелерінің іші тоқтатыла. Ишғалжылер Украин электроэнергиясыз да күн көрерік дегенне бақмадан яңа электрика мен басына қыдыры башлай. Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні теплоелектростанції на газу. І вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні-окупанту. Вазиетні чезмек için ишгалчылер Краснодар бөлгесінден энергокопор құрылмасыны башлата. Миллиардларнен пара сарф етелер. 2017 сенесі 45 миллиард рублей. Кележек сене да 2 қат зияде. Сам переход, вот кабельный переход с Таманского полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Вот они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы Юга России, там, где вот там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. И выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Энергокопор ішкет шүрілгенне бақмадан проблемалар чезілмеді. Блэкаут эркун юзбере. Ярмадада арби базалар сайысы арта ве энергиянын да чоқ құланалар. Яз мевсімінде энергокопор даян майып іштен чыға. Ишгалжілер бұл вазиетте украинлерні қабатлайсан кедерсін олар қырымларны ажымай. Были много спекуляций относительно того, что вот, дескать, прекращать поставку электроэнергии, воды, продуктов питания. Это негуманно, ибо там наши граждане. Я хотел бы напомнить, что в соответствии с международными нормами всю ответственность за социальное, политическое, правовое положение людей в оккупированной территории полностью несет оккупант. Ишғал етілген Қырым малиемде сиясет тарафындан русларға ве қырымлы жбірлікшілерге ағар юк ола. Тежавузжы Ярмададан чықмаса вазиет кергінлешежек. Чүнки Украина Қырым ишғалына танымаз ве бұтын дүнияға ұнуттырмаға бермес. Жодний правитель України, хоч це президент, чи прем'єр-міністр, чи політики, народні депутати, жодний з них не осмілиться настільки, скажімо, знаєте, поставити хрест на майбутньому України. Қырымнан 6 yıllık ишғалы тежавузжыларынан татлы ваделері белеға чевірілген костере ұшық кергінлігі, кічік ве орта бизнес қапатылмасы, демір yol ве автовокзал бош, кейфиетлі Украин мақсулатлары yok. Днепр суы келмегенінден мелиорация системасы бозыла, сусызлық кой хожалығына өлдіре. Қырымда 10 yıl ишғалде олса 1954 сенесі Украинаға берілгені вақыт олғаны кібі бербат алға кетірілі біле. Риана Алиева, Олена Стецюк, Заман, АТР.
Уч ел ведже кашкасыз. Милли әрекет іштіракчысы ведже кашка Қырым-татар халқының эфсанесі олды. Оның тек корынышын азекеді. Онен таныш олғанлар біле. О жесурве рухи жеттен күчлі. Халқы үшін күреші есе қанындайды. Қырымда доғда ма уч кере ватанындан сұрғын етілді. Ведже кашка бір митинг ве акцияларда бірінжелер сырасында еді. Ярмада işgal етілген сон о ватандашларымызға низбетен кечірілген іч бір махкемені қалдырмайды. 82 яшында олған милли әрекет ветераны işgalci құветшілерінің әрекеті нәтижесінде жан берді. Окуны ФСБ хадемлері оны Бекир Дегерменже, Казим Аметов, Асан Чапух ве Руслан Трубачеле яқаламаға тырышты. Сан кедерсін олар ведже кашқа құрантасына пара борчлы олған түрк ватандашындан пара талап еткен екенлер. Ведже кашқа аятының сонки даққаларына қадар Қырым-татар халқының ақлары ве миллет ватанда яшамасы үшін күрешті. Korkmasın kimse. Korkarlar adamlar ama korkmaya gerekmiyor. Sutka gelmeye korkarlar bayılım. Biz vatanımız için korkmayacağız. Biz başkasının vatanını tutup almadık. Başkası tutup bizim vatanını haline aldılar. Biz o toprağımıza yaşarız. Korksun o adam kim bizim toprakta без разрешения girdi. Bizlerini ondan çıkarırlar, süt yaparlar bağlarımızı. Korksunlar o adamlar. Yarın kanda varacaklar. Кечкен күн девамында Украинада 11 бинге яқын COVID-19 хастасы белгіленді. 124 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. 4143 инсан түзелген. Олар арасында Украина президенті Владимир Зеленский де бар. Тесті Минфи олғанны бүгін өз Facebook сайфесінде ерлештірілген видео мұражатында білдірді. Қайдеткенне көре президент офисынан башы Андрей Ермак ішке шыққанлар. Devlet yolbaşçısı vitaminler aşamağa ve içmege, sportnen oğraşmağa, maska taqmağa ve içtimai distansiyana riayet etmege çağırdı. Sağlık naziri Maksim Stepanov kun-kunden hastalarının sayısı artqanını kaydetti. Ama vaziyetine nezaret etemiz dep bildirdi. Şimdi Ukrayna boyunca hastahanelerde 28 bin insan tedavilenmekte. Nazirinin sözlerine göre hastalar için hazırlanған yatak yerlerinin sayısı daha da arttırılmakta. На сьогоднішній день у нас 25 996 ліжок, які забезпечені киснем або то централізовано, або забезпечені кисневими концентраторами. У нас є чітке розуміння, в тому числі з місцевою владою, щодо збільшення кількості ліжок з підведеним киснем. Це дуже важливо, тому що саме місцева влада є власником лікарень, які лікують хворих на COVID-19 в тому числі. İşgal etilgen Qırımda 280 COVID-19 hastası belgilendi. İşgalciler tarqatқан malumatқа көре 7 kişi vefat etken. İşgalcilerinin baş sanitari hekimi Natalya Pinkovska haber etkеніне көре dekabr ayının ortasında hastalarının sayısı tez arta bile. Onun için kütlevi tedbirlerden vazgeçmege çağıra. Yılbaş bayramlarının bağlı tedbirler keçirilivi işgalciler yolbaşçısı Aksionov'nun fermanının yasak etilgen. Oysa yılbaş bayramı tatillerine 1 milyonға yakın Qırımға rahatlanıcı keler dep umut eteydi. Bu vaqt ise Qırımdan tibbi sistemasına olған yükke dayanılmaz edi. İşgal etilgen Qırımdan Rusiya Devlet Dumasına saylanған депутат Natalya Poklonska aytqanına göre Qırım hastahaneleri yıl-yıldan tek beterleşe. И если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. То есть, получается, еще хуже стало. К примеру, в больнице деньги, которые были выделены на ремонт сделан следующим образом. На старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски. Bu saat hazır olған sonki haberimize de pыңазге хайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.